Гүлнұр апа, жалынамын, енді бір рет ғана, деп Сәуле бір қолымен телефонды құлағына ұстап, екінші қолымен бір аяғын көтеріп, джинсы киюге тырысып жатты. Кешір, бүгін қала алмаймын, деп көршісі қысылып, жас ананың өтінішін қабылдай алмады. Әдетте ол Сәуленің ұлы Асқармен қуана-қуана қалатын. Бірақ бұл күні ол көптен бері көріспеген 8-ақ адам қалған мектеп бітірушілердің кездесуіне баруы керек еді. Қашан біз қайтадан осылай жиналамыз? Келесі жолы осыншама адамда келмей қалады деп қорқамын. Сондықтан кешір, бүгін ешқалайда мүмкін емес, деді ол. Жарайды, ештеңе етпейді. Бір амалын табармын, деді Сәуле. Жақсы, сендерге жақсы демалыс болсын, Гүлнұр апа, деді. Сәуле, ренжімеші, деп көршісі жалынышты көзбен өтінді. Иә, мен бәрін түсінемін, бәрі жақсы, деді Сәуле. Телефонды қойып, киініп біткен соң, ұйықтап жатқан ұлының жанына келіп, шашын сипады. Тұр ұйқыбай, деді ол. Анашым, тағы кішкене ұйықтайыншы, деп ұлы керіліп ұйқылы ояу күлімсіреді. Мен жұмысқа баруым керек, сен бүгін менімен бірге барасың. Гүлнұр апа сенімен қала алмайды, деді анасы төсектің шетіне отырып, әрең оянған Асқарды сипалап. Мен бүгін жұмысқа тіпті ыдыс жуушының көмекшісі ретінде апаратынын естігенде ұйқысы ашылып кетті. Асқар тез төсектен тұрып анасына қарады. Шынымен мені өзіңмен бірге апарасың ба? Өз құлағына сенбей тұрды. Өйткені бұрын анасы оны ешқашан апармаған. Тіпті ол қатты сұранған кезде де әрқашан оның сылтаулары болатын. Мейрамхананың иесі бөтен адамдардың подсобкада болуына тыйым салады деп. Енді сені қайда апарайын? Сен тек тыныш отырасың. Мені жұмыстан шығармайды деп үміттенемін, деп Сәуле күлді. Жарайды, онда бірден жуынып таңғы ас ішейік. Біз 20 минуттан кейін шығуымыз керек, деді. Сәуле кішкентай провинциялық қалада мұғалім мен токарьдің отбасында дүниеге келген. Отбасы кедей емес, бірақ байлықта да жүзбеді. Ақша әрең жететін, бірақ кішкентай Сәуле мұндай өмірді армандаған жоқ. Анашым, бай болу үшін не істеу керек, деп сұрады ол бір күні. Жақсы оқу керек, деп жауап берді анасы. Бұл сөздер оның жадында мықтап сақталып қалды. Сәуле мектепті жақсы бітіріп, ата-анасының ұясынан үлкен қалаға ұшып кетті. Оның білімі институтқа түсуге жеткілікті болды. Оны да ол сәтті аяқтады. Бақытты жағдайға байланысты қонақ үйде әкімші болып жұмыс жасады. Бұл дәл оның жоғары оқу орнында оқыған мамандығына сәйкес келді. Қызметкерлер керемет жиналды. Сәуле бәрімен тез дос болып кетті. Сондай-ақ оның тұрғын үйіне де жолы болды. Үй иесі Гүлнұр апа өз үйінің 3 бөлмелі пәтерінің бір бөлмесін жалға беріп жатқан еді. Бір күні ол шай ішіп отырып, балай деп ағынан жарылды. Біздің жалақымыз, өзің білесің, көп емес. Ал коммуналдық төлемдер ашытқыдай өсіп жатыр. Маған жалғыз 3 бөлме не үшін керек? Сондықтан мен олардың біреуін жақсы әйелге жалға бергім келеді. Гүлнұр апа, мен сізден бөлме жалдай аламын ба? Деп Сәуле осы идеяға қызығып кетті. Жұмысқа жақын, үй иесі керемет әйел. Ал сен жергілікті емессің бе, деп таң қалды ол. Жоқ, деп Сәуле жауап берді. Мен кішкентай өнеркәсіптік қаладанмын. Мұнда жай ғана оқыдым. Енді міне жұмыс істеймін. Ал тұрғын үй тез арада қажет. Мен әзірге жатақханада тұрып жатырмын. Онда институттың басқа қаладан келген студенттері тұрады. Мені ол жерден әлде қашан қуып жіберу керек еді. Мен студент емеспін ғой, бірақ біз комендантпен жақсы қарым-қатынастамыз. Ол өте мейірімді, жағдайды түсінді. Мен оған тезірек бөлме немесе пәтер тауып, оны ұятқа қалдырмауға уәде бердім. Сені маған Құдай жіберген екен, деп қуанды Гүлнұр апа. Ол Сәуленің өте ұқыпты және байсалды екенін түсінді. Олар төлем туралы тез арада келісті. Бәріне бәрі ұнады. Сәуле үй иесіне көшіп келді. Гүлнұр апа, деп ұяла сұрады Сәуле. Сізді кім олай атады? Менің тоты құсымның аты сондай еді.
Жалпы мені Гүлсәуле деп атайды, деп күлді жаңа танысы. Бұл әкемнің шешімі. Гүлсәуле Жайран қызы. Қалай сізге осылай? Керемет, деп тамсанды Гүлнұр апа. Ханшайымды есім. Ресепшнде әкімші болып жұмыс істей бастаған Сәуле бірте-бірте жұмысқа және қонақ үй бизнесінің құрылымына еніп кетті. Бірнеше жылдан кейін ол клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі менеджер қызметіне көтерілді. Ал 25 жасқа қарай бастықтың орынбасары болды. Бірақ бір жағдай бәрін өзгертті. Тіркеудің алдындағы басты әкімшіні шақырыңыздар деп шағын чемоданмен бір жас жігіт тұрды. Бұл не деген сервис? Мен сізге түсіндіріп жатырмын ғой. Сіздің броныңыз бір күн бұрын жойылған және бұл нөмір жалға берілген, деп жаңа келушіні тыныштандыруға тырысты қызарып кеткен жас әкімші. Егер менің бастықтарым соншалықты ақымақ болса, мен не істей аламын? Мен көшеде түнеймін бе? Не болды? Сәуле жанынан өтіп бара жатып шуды естіді. Сіздің қонақ үйдегі берекесіздік, деп оған ашуланған қонақ бұрылып бір сәтке үндемей қалды. Содан кейін Сәулешка, бұл сен бе? Деп айқайлады. Талғат, деп таң қалды және қуанды Сәуле. Сені бұл жаққа қандай дауыл әкелді? Иә, мені бұл қалаға командировка жіберді. Ал пәтерді ретке келтіріп жатқанша сіздерден нөмір брондауым керек еді. Кеше бронды алып тастаған деп айтады, ал маған ешкім айтпады. Енді мен 2 күн 2 түн қайда қыдырып жүремін? Вокзалда емес шығар, деп шағымданды Талғат. Ал сен мұнда не істеп жүрсің? Мектептен кейін қайда жоғалып кеттің? Талғат, давай мен сені қазір орналастырайын. Ал кешке, егер қаласаң сөйлесейік, қонақ үйде жақсы ресторан бар, сонымен бірге кешке ас ішерсің, деп ұсынды Сәуле. Әрине, деп қуанды ол. Әкімші мұндай жағдайлар үшін әрқашан қосалқы ретінде ұсталатын нөмірдің кілтін Талғатқа берді. Кешке бұрынғы сыныптастары ресторанда кездесті. Жақсы көрінесің, деп келген Сәуленің үстінен көз жүгіртіп шықты жігіт. Стильдісің, әдемісің. Рахмет, деп күлімсіреді ол статусқа байланысты. Талғат Сәуленің кім болып жұмыс істейтінін біліп қатты таң қалды. Ол өзі программалық басқару станоктарын жөндеуші еді және оны осы үшін бір компанияға шақырған болатын. Олар кеш бойы сөйлесіп, билеп, әңгімелерінің арасында шарап ішіп, таңертең Талғаттың нөмірінде оянғандарын байқамай қалды. Маған ұнады, деп жас жігіт төсекте шынтағына сүйеніп, Сәуленің бетінен шашын алды. Мүмкін қайталаймыз. Мен ойламаймын, деп жай күлімсіреді. Ол және жамылғыға оранып душқа қарай жүгірді. Олар бірнеше ай кездесіп жүрді. Талғат пәтерге көшіп келген кезде Сәуле жүкті екенін түсінгенше, қуаныштан ол қанаттанып ұшып жүрді. Бұл қуанышты Талғат онымен бөліспеді. Тоқтай тұр, мен мұндайға қатыспаймын. Қыдырып, қызықтап жүруді мен әрқашан жақтаймын. Бірақ балалар, бұл менің ісім емес. Кешір, мен саған ештеңе уәде еткен жоқпын, сондықтан қош сау бол, деп мәлімдеді ол. Сәуле сол күні және кеш бойы жұмыстан Гүлнұр апа келгенше жылады. Неге сен ақымақ жылап отырсың? Деп ол жылаған тұрғынды құшақтап алды. Ол оған бәрін айтып бергенде, не, біз баланы жалғыз аяққа тұрғыза алмаймыз ба? Мен Зейнетке жақында шығамын, онымен бірге отыра аламын. Ал мен қаншама ән мен ертегі білемін. Бір кітапта соншалықты жоқ. Ал сенің еркегіңді тағдыр әлі жазалайды. Асқар уақытында туылды және ол соншалықты тыныш болды. Әйелдер кейде олардың үйде кішкентай бала бар екенін ұмытып кететін. Бастапқыда ұл бала тек тамақ ішу үшін оянып, қайтадан ұйықтап қалатын. Маған да осындай өмір болса ғой. Тамақ іштім де ұйықтадым, ұйықтадым да тамақ іштім. Тіпті топан су басып жатырса да бәрібір, деп күлді Гүлнұр апа. Асқар 2 жасқа толғанда Гүлнұр апа зейнеткерлікке шықты, ал Гүлсәуле жұмысқа шықты. Қонақ үй директорының орынбасары қызметі көп уақытты алатын, бірақ оның Гүлнұр апаның арқасында әрқашан сенімді болды. Қонақ үй директоры ауысқан кезде бәрі өзгерді.
Ол ешкімге бірден ұнамады. Тым талапшыл, жанжалқой, адамдарды ұялмай манипуляциялайтын және мұның бәрі оған ешқандай зиян тигізбейтін. Асқар 7 жаста еді. Бастық пен оның орынбасары арасында жанжал туды. Гүлсәуле Жайранқызы, менің кабинетіме кіріңіз, деп оны жаңа бастық жұмыс күнінің соңында шақырды. Сәуле оны жұмыс бойынша шақырып жатыр деп ойлады, бірақ ол есікті кілтке жапқан кезде ол күшейе түсті. Бастық оған жақын келіп, иығына қолын тигізді. «Не болды?» деп күлді директор. «Неге қыз сияқты сынасың? Мен сенің балаң бар екенін білемін, ал ер адам сенде жоқ». «Немене? Бұл маған тиісуге себеп бермейді», деп Сәуле қарапайым түрде жауап берді. «Сен қонақтағы адаммен төсекке секірдің ғой», деп жаңа директор өзінің орынбасарының жеке өмірі туралы жақсы білетін. «Не айырмашылығы бар?» Қатты шапалақтың дыбысы кабинетті толтырды. «Жұмыстан босатылдың», деп айқайлады бастық. Қызарған бетін сипап, «Есікті ашыңыз», деп Сәуле іштей қайнап жатса да, сабырлы түрде айтты. Сәуле заттарымен қонақ үйден шығып бара жатқанда, әкімші көзін ала қашып кетті. Бірақ Сәуле оның көзінен құрметті және тіпті таңданысты көрді. Бұл арамзат әлі де өз тырнақтарын жайған сияқты, деп Сәуле ойлады да, үстелдің артындағы жас қызды ойша аяды. Тез арада жаңа жұмыс табу керек болды. Тіпті уақытша болса да, оның резюмесі жұмыс берушілерді таң қалдырды. Бірақ бос жұмыс орындары болған жоқ. Барлығы орын босаған кезде қайта қоңырау шаламыз деп уәде берді. Және қандай да бір ақша табу үшін Сәуле мейрамханада ыдыс жуушы болып жұмысқа орналасты. Бұл да пайдалы тәжірибе болды. Ол мейрамхана бизнесін іштей зерттеп бастады. Өйткені оның кафесі немесе мейрамханасы бар, өз қонақ үйін ашу туралы арманы әлі де арман болып қала берді. Табысты бизнесмен 40 жастағы Дәурен Жаңабайұлы теңіз жағасындағы керемет қонақ үйде өткен табысты келіссөздермен өзі жаңа қызымен бірге қайтып келе жатты. Ұшақтың бизнес классында отырып, ол көзін жұмып күлімсіреді. Жаңа серіктестікте керемет пайда әкелетін еді. Тек келісімшартқа қол қою ғана қалды. Екі жақтың заңгерлері ықтимал тәуекелдерді немесе кемшіліктерді болдырмау үшін келісімшарт мәтінін тағы бір рет тексеру керек болды. Болашақ серіктестер мен барлық қағаздарға қол қою күнін кейінірек бәрі дайын болған кезде талқылауды шешті. Бизнесменнің қызы 23 жастағы Айдана көрші креслода отырып, оған бір нәрселерді күлкілі түрде сыбырлап жатты. Ол оның өміріне қайдан келгенін мүлдем есіне түсіре алмады. Қыз ешқайдан пайда болғандай, оның өміріне білінбей еніп, оның бір бөлігіне айналғандай, әрқашан жанында болғандай әсер қалдырды. Дегенмен олардың қарым-қатынасы 3 айға да жетпеген еді. Ұшақ ұшу жолағына шығып, бірнеше секундтан кейін қозғалтқыштар жылдамдық ала бастағанда, салон жеңіл дірілге толды. Дәурен көзін ашпай ұшақтың жерден көтерілгенін сезді. Ойлары оны балалық шағына алып кетті. «Даука, Есуас!» деп айқайлайды ашық терезеден мас әкесі, ауадан жұдырығын сілтеп. «Арақ құтысын қайтар, құлағыңды жұлып аламын, үйге келгенде көресің». Ал қазір Даука іштей күбірлеп, ұрлаған арақ құтысын қалтасына тығып жатты. Ол бұрылыста оны тегін арақ күтіп жатқан үлкен жігіттер тұрғанын білетін. Даука тентек емес еді. 15 жасында ол тіпті мектепте жақсы оқитын, бірақ ауру анасымен, мас әкесімен бірге тұратын ауылда олар ерте үйірге бірігетін. Ол жолы үлкендер оны әлсіздікке түсірді. «Әкеңнен арақ ұрлауға духың жете ме?» деп олар Дауканы сабақтан кейін мектептің артында қозғады. «2 саусақтай ғана», деп мақтанды ол, және жоғары сынып оқушылары арасында кең тарақан жаргонды жұтып жіберді. Ал Даука олардан қалыспауға тырысты. «Оңай және батыл», деп мәлімдеді жігіт. Ал өзінің ішінде қорқыныш сезді. Ол ешқашан спирттік ішім ішпеген еді. Міне ол мысқылмен күлімсіреген үлкен жігіттердің үйірінің алдында тұрды
және қолында ашық арақ құтысын ұстап тұрды. «Қанекей» деп мысқылдады бастаушы. «Не ішің тар ма?» Даука жүрегінің соғысы тоқтап қалғандай бөтелкенің ұшын еріне тегізді. Сұйықтық тамағын күйдіріп жіберді және ол жөтелді. «Әлсіз!» деп айқайлайды ұлдар. Сонда Даука көзін жұмып, жиіркенішті жеңіп, бәрін бірден ішіп жіберді. Ұлдар қол соғып ысқырып жіберді. «Керемет, біздің піліміз қандай күшті!» деп ұлдардың бірі есінен танып қалған Дауканы иығынан қағып қойды. «Дәурен, бұл не істегенің?» деп оның үстінен жылаған анасы еңкейді. Оның басы ауырып жатты. Аузындағы тілі жат және үлкен болып көрінді. «Анашым», деп ол әрең айтты. Есі баяу оралып жатты. Ол дауды алкогольдің жиіркенішті дәмін есіне түсірді және оның қайтадан жүрегі айныды. Белгілі болғандай, ол жоғары сынып оқушыларының мақтауынан кейін 5 минуттан кейін өшіп қалған еді. Олар қорқып баланы үйіне әкеліп, есікті қағып қашып кетті. Әрине, Дәурен 2 күн ұйықтап, ақыры өзіне келді. «Балам», аурудан дірілдеген анасы оның бетін сипалады. Оның бетінен жас ағып жатты және ол тіпті оларды сүртуге де тырыспады. «Кет бұл жерден. Әкеңнің маскүнемдігі сені құртады. Оны өзгерту мүмкін емес, құтқару да мүмкін емес. Ал сен әлі де адам бола аласың. Мен сенің оған ұқсап кеткеніңді көре алмаймын. Алланың мейірімімен сұраймын, кет. Басың әлі де ашық, қолдарың алтын, ешқайда жоғалмайсың. Үлкен қалада әрқашан бір нәрсе табасың. Ал мен сен үшін дұға етемін». Дәурен анасын қатты жақсы көретін және оның көз жасы оған ең ауыр жаза болатын. Ол туған үйінен кетуден қорықпады. Ол оны мас әкесімен жалғыз қалдырудан қорықты. Бірақ анасы керекті сөздерді тапты және Дәуреннің сумкасын алып, оған ең қажетті заттарды салып, үлкен қалаға аттанды. Ол анасын аяққа тұрған бойда алып кететінін уәде етті. Еңбек жолы ауыр басталды. Ол 15 жаста болса да 18 жастағы сияқты көрінгенімен, білімі жоқ, жақсы жұмысқа оны ешкім алған жоқ. Дәурен қара жұмысшы, курьер және көже тазалаушы болып жұмыс істеді. Жатақханаларда, кейде подъездерде түнеді. Егер ақша мүлдем болмаса және ол мүлдем үмітсізденгенде, ол анасының жылаған жүзіне есіне түсіріп, іштей «Анашым, менде бәрі жақсы болады» деп қайталады. Тағдыр оны шағын жиһаз шеберханасының иесі Ердәулетті кездестірді. Қарт шебер оның өз мекемесінің жанында жиі жүргенін байқағанда, сөзден сөз шығып, Ердәулет жұмыс ұсынды. Дәуреннің туғаннан берілген таланты бар еді. Ешқандай университетте оқымаса да, ол Ердәулетті таң қалдыратын жиһаз эскиздерін салды. Олардың істері өрге басты. Бірте-бірте Дәурен жиһаз жасау шеберлігін үйренді және бірнеше жылдан кейін Ердәулеттің серіктестігі бола алды. Ал оның қайтыс болуынан кейін туысқандарынан үлесін сатып алды. 40 жасқа қарай ол қалада, тіпті облыста барлар, қонақ үйлер мен мейрамханалар сатып алатын ағаштан жасалған жиһаздың жалғыз өндірушісі болды. Дәурен сөзінде тұрмады. Анасын қалаға алып кетуге үлгермеді. Ауру тез прогрессивті түрде дамып, оны жігіттің үйден қашуынан 3 жыл өткен соң қабірге алып кетті. Әкесі қардың астында мас күйінде қатып қалды, ал басқа туысқандары болған жоқ. Бірде үйленіп, Дәурен әйелін сүйіктісімен бірге ұстап алды. Кейінірек оның тек ақша үшін үйленгені және бұрынғы жігітімен кездесуді жалғастырғаны белгілі болды. Содан бері бизнесмен өзін некелік байланыстармен байланыстыруға асықпады. Еркін қарым-қатынасты жөн көрді. Оның соңғы қызы Айдана мұндай қағидаттарды қолдады және оқиғаларды жеделдетпеді. Келіссөздерден оралған Дәурен үйде жалғыз болғысы келді, демалғысы келді, музыка тыңдағысы келді. Мейрамханадан тамақ тапсырыс бергісі келді. Бірақ Айдана оның телефонын үзіп, мейрамханада табысты келіссөздерді атап өтуге көндірді. «Біз әлі келісімшартқа қол қойған жоқпыз», деп ол бас тартты. «Ендеше не?» деп көндіргісі келді подружкасы. «Ал бұл репетиция болады.
Ну, Дәуреншік, кеттік. Сәуле және Асқар, Дәурен мен Айдана мейрамхананың есігінен соқтығысып қалды. Дәурен мұндай мекемеде баланың, әсіресе мұндай қолайсыз уақытта не істеп жүргеніне таң қалды. Кейін ғана көз жүгіртіп, оның тартымдылығын байқады. Көп ұзамай Айдана оның барлық назарын өзіне аударды және бизнесмен баласы бар әйелді ұмытып кетті. Мәзірді зерттеп тапсырыс бергеннен кейін Дәурен орындықтың арқалығына сүйеніп тыныш қалып, Айдананың тынымсыз сөйлегенін тыңдады. Даяшы шарап әкелді. Айдана мен Дәуреннің алдында тұрған бокалдарды толтырды. Дәуреншік, мүмкін сен менің сүйікті әнімді тапсырыс берерсің, деп Айдана ернін жымырды. Бизнесмен ықылассыз орнынан тұрып, аспаптық топ ойнап жатқан сахнаға қарай бет алды. Ол оның серігінің сөмкесінен бір нәрсе алып, оған шарап құйып, шынышқымен тез араластырғанын байқамады. Бірақ мұны анасы ыдыс жуып жатқанда барлық қонақтарды қызыға қарап отырған Асқар көрді. Және бұл оған қызық болып көрінді. Ол детективтерді көрген және адамдарды уландыру немесе ұйықтату үшін осындай нәрселерді қосатынын білетін. Ол бұл қайғылы ер адамды аяп кетті. Оның қызы тыныш отыруға мүмкіндік бермеді. Ағай, Асқар Дәуреннің жеңінен тартты. Бизнесмен таң қалып, мейрамханаға кіре берісте соқтығысып қалған баланы көрді. Не керек? Сіздің тәтеңіз сізге шарапқа бір нәрсе қосты. Мен көрдім. Мүмкін ол сізді уландырғысы келеді, деп бала қатты алаңдады. Олай деп ойламаймын, бірақ бәрібір рахмет. Сіздің атыңыз кім, құтқарушым, деп күлімсіреді ер адам. Асқар, деп жауап берді бала. Менің анам мұнда жұмыс істейді, ол ыдыс жуады. Рас, ол менен алыс кетпеуімді сұрады, бірақ мұнда соншалықты қызық. Дәурен бұл кеште бірнеше рет таңғалды. Ол бұл әдемі жас әйелдің ыдыс жуушы екенін күтпеген еді. Жарайды, рахмет саған дос, деп ер адам Асқарға қолын созды. Асқар өз қолын созды, және олар бір-бірімен қол алысты. Түсінеміз. Айдана ештеңе болмағандай әдемі күлкісімен отырды. Ал сен ол баламен не туралы сөйлестің, деп сұрады ол өзінің серігінен. Ештеңе емес. Неге ол мұнда ата-анасыз жалғыз жүргенін сұрадым, деп бизнесмен иығын көтерді. Жарайды, онда не істейміз, ішіп белейміз бе, деп оны қыздырды. Дәурен өз бокалын алып Айданаға қарай созды. Оның көзінде қорқыныш пайда болды. Іш, деп Дәурен тыныш, бірақ талапшыл болды. Қыз оның қолынан ұрды, бокал түсіп кетті және сынды. Шарап қызыл дақпен еденге төгілді. Бұл қызық жұпқа келушілер қарай бастады. Асқар не болғанын білу үшін жақындады. Бизнесмен қыздан бұрылып, оның сөмкесін қалай ұстағанын және сол сәтте оның қолында кішкентай пистолет пайда болғанын көрмеді. Дәурен тек шертілген дыбысты естіді. Бұл атыс болайын деп қалды. Зал айқайлап жіберді. Дыбысқа бұрылып, Дәурен Айдананың басына бөтелке қалай түсіп жатқанын байқады. Қыз құлап пистолетті қолынан түсіріп жіберді. Оның артында қорқыныштан көзі үлкейіп кеткен ыдыс жуушы тұрды. Мен оны өлтірдім, деп ол Айдананың созылып жатқан денесіне қарап, әрең естілетіндей сыбырлады. Ол атқысы келді. Ал мұнда менің ұлым бар. Мен одан қатты қорықтым. Бәрі жақсы болады. Ең бастысы ол тірі, деп Дәурен Асқарды құшақтап тұрған әйелді жұбатты. Ол өзінің серігінің пульсін сезді. Сол сәтте қауіпсіздік қызметі жетіп келді. Ұзақсыңдар, деп күлді Дәурен. Мұнда бәрін атып тастауға болатын еді. Полицияны шақырыңдар. Айдана өзіне келгеннен кейін полицейлер қызды Дәуреннің жиһаз саласындағы орнын басуды армандаған жауларының фирмасы жібергенін білді. Бірақ олар адал жұмыс істегісі келмегендіктен және жасай алмағандықтан Дәуренді шарапқа жүрек тоқтатуын тудыратын у қосып жоюды шешті. Бірақ оны қанда анықтау мүмкін емес еді. Айданаға өте жақсы төлеп, бәрі таза және нақты жасалу керек екенін айтты. Уландыру фокусы сәтсіз болған кезде ол гонорарды басқа жолмен өтеуді шешті және қару іске қосылды.
Дәуреннің бағына қарай пистолет сақтандырғыштан алынбаған еді. Айдана өз тапсырыс берушілерін айтып берді және олардың барлығы орманға ағаш кесуге кетті. Дәурен құтқарушы үшін алғыс ретінде Сәуле мен Асқарды Астанаға шағын саяхатқа шақырды. Сәуле алдымен бас тартты, бірақ ұлы мен Дәурен оны көндіре алды. Сәуле, сіз менің және ұлыңыздың өмірін құтқардыңыз. Саяхат бұл сіз үшін жасай алатын ең аз нәрсе. Сапарда олар достасып, жақындасып кетті. Оралғаннан кейін Дәурен Сәуленің бұрын жұмыс істеген қонақ үйді сатып алды. Оған басқаруды ұсынды. Сәуле келісті. Және бұл оның қолынан жақсы келді. Дәурен өз кезегінде мәтінді тексеруге байланысты соншалықты ұзақ созылған серіктестермен келісімшартқа қол қойды. Және қуаныштан ер адам Сәулеге ұсыныс жасады. Бизнес өркендеп жатты. Ал 2 жылдан кейін Асқардың қарындасы пайда болды.